Бәріңізге ассалаумағалейкум. Бізде так өткенде өртенген бір машина жинап жіберген болатынбыз. Бүгін бізде тағы да бір өртенген көлік, от көрген көлік, нақтылап айтқанда. Так, в общем, бұл жерде белгісіз неден замыкание болғаны. В общем, машина осылай болып жанып кеткен. Так, в общем, мәселе осылай. Қазір жаймен заттарын жай шешіп бастайтын боламыз. В общем, так, міне аккумуляторның жағдайы мынау. Аккумулятор жанған екен тұрсын. Так, бүгін бізде бұл бірінші ролик, бірінші түсірілім. Бізде әлі бұл көлік гараждан алға беріп нәсіп етсе, өзінің ходымен шығып кетем дегенге дейін. Бізде бір-екі шығарылым болады, бір-екі роликтер болады. Так, ремендері бәрі орында. От как-то бензин жақтан шыққан сияқты. Егер бұл газ жағынан шыққан от болғанда бұндай болмау керек еді. Өткендегі бізде көлікте бензиннің подача шлангісі шытылып кетіп, содан түгел машина өртеніп кетуге сәл қалған екен да ол жерде. Ал енді бүгін де причинасын бірінші іздейтін боламыз. Қазір түгел бәрін жай шешіп бастайтын боламыз. Мәселе в общем осылай. Так. Так, в общем, бұл көліктің өртенуі тағы да сол бензиннің шлангісі. Өткендегі FAF көлігі де осы бензиннің подача шлангісі үзіліп кеткеннен болып еді. Так, бұл жерде де бензиннің шлангісінің үзіліп кетуіне байланысты. Вот, көлік өртеніп кеткен. Міне мына бензин полностью мына жаққа қарай шашқан ғой түгелімен. Вот, под давлением тұрған бензин бұл. Бензиннің шлангісіне қарамаудан тағы да. Оған кім мән беріп қарасын. Главный жүріп тұр ғой. Так, в общем, әрі қарай көлікті разобрать ететін боламыз. Так, в общем, жұмыс осылай жалғасуда. Бір бензиннің шлангісі қаншама затты білдіріп кетті да. Сосын бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын ал. Амал мерекесі. Жылдан жылға аман есен көліктеріңіз өртенбей жетуді Алла нәсіп етсін.